Assalamu alaikum. Бұл менің видео обращением Қырғызстан президенті құрметті Садыр Жапаровқа. Садыр байке, мен Кадиров Санжарбек Сейіпжанұлы 1995 жылы дүниеге келгем. Туылған жерім Ноқат. 2002-де апам мен атам ажырасып, мен атам Қазақстанға келіп, 2 жасымнан беріп Қазақстанда қалып қалғам. Қолымда ешқандай документім жоқ. Bir ғана документім бар, ол куәлік, свидетельство рождением бар. Қырғызстан посольствоға барсам, ол посольство маған ешқандай реакция жасамай жатыр. 5 жылдан беріп барам, ешқандай көмек болмай жатыр. Садыр байке, мен сізді жақсы адам деп білем. Сіздің істеп жатқан Қырғызстан үшін жақсылықтарыңызды көріп, маған да иншалла осы видеоны обращение жасасам, маған да жәрдеміңізді беретін шығар деп бір үмітпен осы обращениемді жасап жатырмын. Садыр байке, өтінем маған жәрдем беріңізші. Мен Қырғызстанға барғым келеді, Қырғызстанда өмір сүргім келеді. Қырғызстан үшін бір салымды қосқым келеді. Армияға барғым келеді, өзімнің отанымның алдында борышымды өтегім келеді. Бірақ менде ондай мүмкіндік болмай жатыр. Мен Алматыдамын, бір цехта біреудің қолында жұмыс істеп жатырмын. Қиналып кеттім. Садыр байке, осы видеоны көріп отқан болсаңыз, сіздің бір ауыз сөзіңіз мен өмірімді өзгертеді. Егер осы видеоны көрсеңіз, жай ғана өтіп кетпеңізші, өтініш. Қырғызстанның мен азаматымын. Садыр байке, мен сізді жақсы адам деп білем. Сізді жәрдем беретініңізге сенем. Қырғыз елім, кімде-кім осы видеоны көріп отқан болса, бір-біріңізге таратыңыздар. Өтініш. Бір-біріңізге таратып, Садыр байкеге жетіп барсыншы. Мен Алматыда қиналып кеттім. Осы видео обращением жасауға мәжбүр болып тұрмын. Өйткені мен Қырғыз еліме сенем. Бір көмек болатынына, бір жәрдем болатынына мен сенем. Мен сізден, Садыр байке, мен сізден жауап күтем. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Бұл менің видео обращением Қырғызстан президенті құрметті Садыр Жапаровқа. Садыр байке, мен Кадиров Санжарбек Сейіпжанұлы 1995 жылы дүниеге келгем. Туылған жерім Ноқат. 2002-де апам мен атам ажырасып, мен атам Қазақстанға келіп, 2 жасымнан беріп Қазақстанда қалып қалғам. Қолымда ешқандай документім жоқ. Bir ғана документім бар, ол куәлік, свидетельство рождением бар. Қырғызстан посольствоға барсам, ол посольство маған ешқандай реакция жасамай жатыр. 5 жылдан беріп барам, ешқандай көмек болмай жатыр. Садыр байке, мен сізді жақсы адам деп білем. Сіздің істеп жатқан Қырғызстан үшін жақсылықтарыңызды көріп, маған да иншалла осы видеоны обращение жасасам, маған да жәрдеміңізді беретін шығар деп бір үмітпен осы обращениемді жасап жатырмын. Садыр байке, өтінем маған жәрдем беріңізші. Мен Қырғызстанға барғым келеді, Қырғызстанда өмір сүргім келеді. Қырғызстан үшін бір салымды қосқым келеді. Армияға барғым келеді, өзімнің отанымның алдында борышымды өтегім келеді. Бірақ менде ондай мүмкіндік болмай жатыр. Мен Алматыдамын, бір цехта біреудің қолында жұмыс істеп жатырмын. Қиналып кеттім. Садыр байке, осы видеоны көріп отқан болсаңыз, сіздің бір ауыз сөзіңіз мен өмірімді өзгертеді. Егер осы видеоны көрсеңіз, жай ғана өтіп кетпеңізші, өтініш. Қырғызстанның мен азаматымын. Садыр байке, мен сізді жақсы адам деп білем. Сізді жәрдем беретініңізге сенем. Қырғыз елім, кімде-кім осы видеоны көріп отқан болса, бір-біріңізге таратыңыздар. Өтініш. Бір-біріңізге таратып, Садыр байкеге жетіп барсыншы. Мен Алматыда қиналып кеттім. Осы видео обращением жасауға мәжбүр болып тұрмын. Өйткені мен Қырғыз еліме сенем. Бір көмек болатынына, бір жәрдем болатынына мен сенем. Мен сізден, Садыр байке, мен сізден жауап күтем. Ассаламу алейкум.